Қайырлы күн, сіздермен бірге заңгер Гүлмира Қарасай. Бүгін мен сіздерге өте маңызды 3 шоттағы ақшаңызға, бұл алимент, жәрдемақы және әлеуметтік төлемнің ақшасына арест қойған жағдайда қалай оны өзіңіз заңгердің көмегіне жүгінбей-ақ шешуге болатынын түсіндіремін. Төменде подписаться кнопкасын басыңыз және осы каналдағы өзге де видеоларды қараңыз, себебі бұл каналда шығатын видеолар сізге кез келген жерде өз құқығыңызды қорғауға көмектеседі. Осыған дейін менің YouTube каналымда видео шыққан болатын, қай шоттағы ақшаға жеке сот орындаушы немесе кредитті төлей алмай қалған жағдайда өзге де мекемелер арест қоя алмайды деп. Бұл жәрдемақы ақшасы, алимент және әлеуметтік төлем. Біртіндеп түсіндірейін. Жәрдемақы бұл бала дүниеге келгенде берілетін бір реттік жәрдемақы бар. Сонымен қатар бала 1 жасқа толғанға дейін және өзге де жәрдемақының түрлері бар. Міне осы ақшаға арест қоюға болмайды. Тіпті сіз 1 жыл, 2 жыл, 5-6 жыл кредитті төлемесеңіз де, соттың шешімі бар болса да бұл ақшаға арест қойылмайды. Бұл екінші алимент ақшасы. Бала 18 жасқа толғанға дейін төленетін алимент ақшасы бар және кейде бұрынғы жұбайына төленетін ақша бар, бала 3 жасқа толғанға дейін. Алимент ақшасы дәл осы ақшаларға арест қойылмайды. Сонымен қатар әлеуметтік төлем. Мысалға сіз есіңізде болар, карантин кезінде 42.500 теңгеден мемлекеттік әлеуметтік міндетті сақтандыру қорынан ақша берілді көмек ретінде. Немесе карантин болмаса да сіз жұмыссыз қалдыңыз, жұмыссыз қалған жағдайда сіздің осыған дейінгі жұмыс істеген стажыңызға байланысты сізге осы міндетті әлеуметтік сақтандыру қорынан көмек ретінде әлеуметтік төлем ақша берілуі тиіс. Әрине, егер сіз өтініш жазсаңыз, міне осы ақшаға ешқандай арест қойылмайды. Қысқаша айтқанда бұл жәрдемақы, алимент және әлеуметтік төлем. Ал егер де бұл ақшаларға арест қойылса, не істеу керек? Қазір өкінішке орай кейбір жеке сот орындаушылар, кейбір банктік мекемелер осындай ақшаға да тіпті арест қойып жатыр. Хотя заңда нақты көрсетілген бұл ақшаға арест қоюға болмайды деп. Не істейміз? Егер сіздің жәрдемақы шотыңыздағы ақшаға немесе алименттегі ақшаға арест қойған жағдайда сіз бірінші жазып алыңыз, банкке барып бұл шот именно жәрдемақы немесе алимент немесе әлеуметтік төлемге арналған шот екенін растайтын құжатты алыңыз. Бұл арнайы шот деп аталады, яғни специальный шот. Шоттың түрі текущий бар, өзге де түрлері бар, соның ішінде арнайы шот бар, жәрдемақыға арналған деген. Міне осындай анықтама алыңыз. Сонымен қатар дәл осы шотқа түскен ақша ол әлеуметтік төлем немесе алимент немесе жәрдемақы екендігін растайтын выписка алыңыз. Яғни выписка из банковского счета дейді. Өзіңіз оны онлайн түрде шығарып алуға да болады, немесе банктен алуыңызға болады. Әрине, сіз жәрдемақыға арнайы шот аштыра аласыз, алиментке де арнайы шот аштыруыңызға болады. Ал енді әлеуметтік төлемді сіз бір рет алатын болсаңыз, оған мүмкін арнайы шот аштырып үлгермейсіз. Мұндай жағдайда ол ақшаның именно сол мемлекеттік әлеуметтік міндетті сақтандыру мекемесінен түскенін растайтындай выписка алу қажет. Және сол сіздің шотыңызға кім арест қойды? Кім ол ақшаға бұғаттау қойды? Жеке сот орындаушы, мүмкін банк. Сол мекемеге кәдімгі А4 параққа өзіңіз өтініш жазыңыз. Шапкаға жазасыз, осындай мекемеге мынадай менің аты жөнінен деп. Яғни өзіңіздің жеке куәліктегі атыңызды көрсетіңіз, оған ЖСН номеріңізді, мекен жайыңызды және өзіңіздің номер телефоныңызды жазыңыз. Әрі қарай ортасына өтініш деп жазып, бұл шоттағы ақша әлеуметтік төлем немесе жәрдемақы бала 1 жасқа толғанға дейінгі, немесе мынадай балама төленіп жатқан алимент міне баланың әкесінен осындай шотқа түсті. Бұл туралы міне анықтама бар және выписка бар деп оларды тіркеп, өзіңіздің жеке куәлігіңізді тіркеп, көшірмесін сол мекемеге өтінішті тапсырыңыз. Міндетті түрде бұл ақшаға қойылған арестті алып тастауы тиіс және бұл егер осыған дейін сізден бірнеше рет пособиядан ұстап қалып жатқан болса, ол ақшаны қайтаруға міндетті. Ал енді осы ақшаға арест қоймау үшін, дәл осылай арест қойып артынан жүгіріп жүрмеу үшін не істеу керек? Көбінесе әйел адамдар, егер жәрдемақы алатын болсаңыздар, арнайы шот аштырыңыздар. Бұл кез келген банкте бар, пособияға арналған арнайы шот. Оның тіпті ұстайтын комиссиялары да болмайды. Немесе егер сіз Қазпошта акционерлік қоғамы арқылы алатын болсаңыз пособияны, ол жерде PP шот немесе кәдімгі арнайы шот деп атасаңыз түсінеді. Сол сияқты алиментке де арнайы шот аштыруыңызға болады. Ал енді қай ақшаларға арест қоя алады? Бұл алдымен сіздің жалақыңыз. Әрине, бірден жеке сот орындаушы сіздің қай жерде жұмыс істейтініңізді тексереді. Бірақ жалақыға
100% арест қоя алмайды, оның тек қана 50%-на арест қою мүмкін, 50%-ын ұстап қалу мүмкін. Бұл қалай жүзеге асады? Мұны жеке сот орындаушы сіздің жұмыс орныңызға қаулы жіберу мүмкін, жалақыңыздан 50% ұстап мына шотқа жіберу туралы. Оны міндетті түрде сіздің жұмыстағы бухгалтер орындауы тиіс, себебі орындамаса оған бұл мекемеге штраф салынады. Міне жалақыңызға арест қою мүмкін, немесе сіздің өзге депозит шоттарыңызға арест қою мүмкін. Кейбіреулер сұрайды, отбасы банкіндегі, яғни Жилстройсбербанктегі менің баспана алу үшін жинап жатқан депозитіме арест қойып алуға құқығы бар ма деп. Иә, құқығы бар. Сіздің кез келген шоттағы ақшаңызға жоғарыдағы 3 ақшаны қоспағанда арест қойып сізден қарызды өндіріп алуға құқығы бар. Сондықтан егер сіз кредитті дер кезінде төлемесеңіз, немесе өзге де қарыздарды дер кезінде төлемей жүрген болсаңыз, мүмкін соттың шешімімен, мүмкін микрозайм, мүмкін досыңызға беретін қарыз бар. Олардың барлығы сот арқылы өндіріп алу мүмкін ғой сізден. Сондықтан осы арестке дейін жеткізбеу үшін осы адамдармен алдын ала келіссөздер жүргізіңіздер. Қалай келіссөз жүргізуге болады? Қалай мысалға микрозайм мен график жасатуға болады? Немесе қалай кредиттің мерзімі өткен жағдайда банкпен ымыраға келіп, қалай оны ретке келтіруге болады? Осыны арестке қоятындай жағдайға жеткізбеу үшін не істеу керек? Оның барлығын мен сіздерге келесі видеода түсіндіретін боламын. Егер бұл видео сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, каналға подписаться кнопкасын басып тіркеліңіз және достарыңызға осы видеоны жіберіңіз. Себебі арестті шешу қызметі қазір заңгерлер арасында бұл шамамен 15-25 мың теңгенің арасын құрайды. Кейбіреулер жәрдемақысына осылай арест қойылған жағдайда заңгердің көмегіне жүгініп 15 мың, 25 мың төлеп жатады. Ал бұл видеоны көрсе, ол адам өзінің осы жәрдемақы, алимент немесе әлеуметтік төлем ақшасынан арестті өзі де шешуге мүмкіндігі бар. Аман сау болыңыздар. Төменде комментарийге қандай тақырыпта видеолар көргілеріңіз келетінін жазыңыздар. Және Инстаграм парақшаға тіркеліп алыңыздар, себебі Инстаграм парақшада мен сіздерге арнап сторизе және постта үнемі осындай сұрақ жауап жүргізетін боламын.